70 жасыңыз құтты болсын. Біреу қуанады, біреу жүгіреді, біреу айғайлайды қуанған кезде. Міне! Аха, ой жаным аға, өзіңіздің ар жағыңыздан күн көрінеді екен. Бауыры? Бауырым. Ау? Бауырымын. Кішкене жаңбырлатпай сөйлейсіз ба? Сізде 8 бала ма? Шапалақ ұрайық! Міне ең көбі осы кісі, жеңімпаз. Үйде ағам мына кісі ма? Аға жоқ. Биш аға ма? Бәсе. Не ғой? Ағамның бір ескі шалбар бар ма? Мен ырымдап киіп алайын. Рахмет. Сіздің ініңіз ау, Ау, майды ғой, ассалаумағалейкум. Ойбай, бісміллә, бір тегізген несі? Аққайыңды қыз құшақтап жылайды. Міне? Керемет міне, тамаша. Сен баста, мен айтам. Айым Бекен-ай, күнім. Жарай. Мен нақсылар айтайын деп тұрғын, не ағып кеп айтасың естіпсің да бе? Болды. Әт дедім, айтыңыздар. айғара көз. Мені әйтеуір сөз тап. Менің айтайын деген өлеңді айтып қойдың ғой. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, амандастар қайда қаштар. Болды, аха. Сағыныш сазы сен едің, ғашықтың бірі. Рахмет, бұл дұрыс қой, бірақ маған қарап айтпаңшы бір түрлі екен. Сағыныш сазы. Сен келерсің бір күні. Қойшы. Маған қарап, бүйтіп, әчкейдің астынан айтып қойды ғой. Рахмет, Жаным деші, маған қарап. Молодец, мені 40-қа келгенде қыл шығарып атыр шындығыз. 40 жақсы. Нұрын шашқан көктем. Өтірік сол жүр, онда ән бар ма бізде? Бар ма? Жақсы. Аха. Бірінші апам ұстасын. Сіз сыртынан ұстаңшы, бір любовь болсын. Ұстаңшы. Вау, міне. Махаббат деген шарайна, сындырып алма абайла. Ой, бұл кісілердің махаббат жайлайды, қол аяғы дірілдеп. Енді бір-бірлеріңізге асатасыздар ма? Жоқ әлде Раушан тәтем айтады, асатшы күшті болсын дейді. Екеуіңізді қосамай жүр ма? Ойбай, Алмабай ата ошақтың аузына көмір сабатсыз ба? Кішірек қып берсеңші. Мені махаббат. Я тебя люблю, Сепчика. Сені Шапалап. Кейбір кісілер жаңағы не қылады да маған, балам саған да жұғысты болсын деп маған торт асатып жібереді ғой. Раушанда деп. Енді қазақ асату деген бар ғой. Аузымнан безгаза су бөлініп атқанына. Кейбір аталар деймін да, апалар деймін, жұғысты болсын балам деп. Ой, ата, так неожиданно. Ой, аузың жапшы деді ғой деймін атам. Ата кішірек қысаңшы. Ойбай, мына мен қақаламмен көп сөйлеуім керек қой. Мына кішкентайын берсеңші. Қақалмайсың кел. Жұғысты болсын. Апа, сіздікі неше? Маған ошақтың аузына граваркамен залу күрекпін. Ана немерелер суа кеп беріп, Раушан тәтеші. Түсініктері бар да енді. Тамада сөйлеп жатсың ғой, қағалып. Ой, қайсыншы семей. Ой, дүшпеп күйеу балан кішейінші. Жезден дегім. Жезде ходит везде дейді. Керек болады, ақша керек кезде дейді. Ақша жоқ болса мазған езбейді қойды. Сен үйленген кезде бұндай емес едің ғой? Молодец келіннан жартабақтайғы баққан сенде молодецсің. Мәне, көзін жұмып жүрма на келін? Өзі сондай екен ғой. Енді, атам мен апама үйленгендеріңе қанша жыл болды? Тортты қайтып жейтін білесің ба? Білмейсің ба? Білесің ба қайтып жейді? Қайтып жейді? Бейтесіңдер, үйге... Жоқ ғой, саған қаранда келін пысық сияқты, сол лып-лып етіп тұр ғой. Бейтесіңдер, үйге апарасыңдар да таң ертең аш қарынға бір қасық жейсіңдер. Барыңдар, нанға қосы ұрыбаңдар ана жаққа. Шатақтау сияқты. Қандай ән? Қай ән? Кірпігін қаспенен. Өзі де ол ден дұрыс ән емес еді, оны одан әмер құрттыңыз ғой. Кірпігіңді таспенен дейді. Махаббаттың құдірет күшін әлдейлеп, екі жасын табыстырған жүрегін
Махаббаттың құдірет күшін әлдейлеп, екі кемпір отыр екен нан илеп десеңші. Рахмет. Дұрыс па? Рахмет. Сіздің де шаңырақ той болсын. Аха, рахмет. Ренжімеңіздер, просто ана кісілердің аузын жабайыншы. Ештеңе бермеймін. Жоқ, ойнап айтам. Көңілдеріңіз қымбат қой. Жұғысты болсын. Ниетіңізге рахмет. Дұрыс таптыңыз. Аха. Ау. Бара алмадым қасына. Сіздің әндеріңіз бүктірлік емес. Қасты. Ал, бір куплет айтып беріңіз. Куплет айта алмаймын, сен қорқақсың деген ғой. Жо, бәрі тауып отыр ғой. Бір куплет айтатын адам бар ма? Ой сені Ой, рахмет. Ойбай, аға, биіктен басыңыз айналмай ма? Мен өзім ұтып қалдым не екен. Ал, айтып көріңіз. Сен қорқақсың. Келе алмайсың. Келем десең, жолай алмайсың деген әңгіме. Жарайды, атыңыз кім болады аға? Кімнің өлеңі? Қошқалиев өлеңі. ішсең көз Перегар бар ғой, адам бетін күйдіреді ғой. ішсең көзің көрмейді. Рахмет. Жаным ау ішпей Опа, мәні. Неге алдайсың, келе алмасаң, неге алдайсың. Мәні. Екі мас адам бір-бірін алыстан таниды деген осы. Муж и жена. Ойбай, апама жездем сай деген осы. Дәурен ағам тілегеді, тыңдаңдар. Дәурен ағам тілегеді, чуламынды же. Айтыңыз. Болды ғой, бәрі демалады ғой. Айтыңыз. Өтірік емес мен. Әкем мен шешем айтатұғым. Менің жалғыз әкем, шешем өтірік емес. Батя деп, әке. Күш, ана сіздердің бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Орасы. Бұл жылқыма тұрс. Қандай тос? Инициативный. Инициативный тос, тыныштыңдар. Инициативный тос. Батя, я тебя люблю. Сіздерге де жұғысты болсын. Әрдайым екеуіңіз бірге жүріңіздер. Арманның құрдастарының атынан әкемізге бір жақсы жүйрік тайымыз бар соны. Тай көтере алмайды ғой кісіні, ат бермедіңіздер. Шөбересіне мінгізеді. Арманның құрдастарының атынан бір тай. Сосын рахмет. Тай ма, жабағы ма? Ақ күшім, көк күшім. Айдын мұ? Айдын? Өй, төсқа, мен де атым Айдын ғой. Бәсен еғым, 100 жылы бір әдемі десем. Айдынке үй жақта көлеңке болса пайдалансаңызшы. Ал кет. Ақ күшігім, көк күшім қа. Ақ күшігім, көк күшім қа. Ақ күшім, көк күшім қа. Бар ма? Ақ күшім, көк күшім. Жоқ, жеңгелер, келіңіз. Кірпікті таспен ұрат келіңіз. Ал кеттік ал. Шеше, неше кесе сынды кеше? Шеше, неше кесе сынды кеше. Молодец! Шапалақ ұрайық. Жұғысты болсын. Ой, екі дегенде өз басымыз ұстаймыз, өз бас киіміз ұстаймыз. 1, 2. Сіз нақсының басынан ұрмаңыз, ұстаңыз. Айдеке, басыңызға мидың дәмі кеп атқан жоқ па? Тоқтамаймыз. 3. Бас киім жіберіңіздер. Жібер, мүмкіндік бер. 3, 2. Рахмет. Кеттік ал. 1, 2, 1, 3. Ямай, 3. Шаштылмаймыз, жүрмейміз. 3, 2. Ямай, рахмет. Енді 4 деген кезде алдыңғы адамды бүйтіп қыты деп қытықтап ойнаймыз. Ал кеттік ал. 3. Ё-майо, тоқта. Ал кеттік ал. 4. Қыты. Нақс қатты қызғанша қойды. Сіз қытықтадыңыз ба, нақсын бір жерін шықып алдыңыз ба?
Үш. Мына кісілер же ұмытып қалды, не істеу керек екен, ұмытып қалды. Үш. Ұмытып қалдыңыздар ма уже? Үш дегенде бас киімді ауыстырып кие береміз, ауыстырып кие береміз. Асқар тау әкешім, осының бәрі сіздің арқаңыз деп әкемізді құшақтап сүйіп алды. Әкеміз ничего, аха. Атамыздың кішкене көңілі бостау екен. Сөйтіп келесі баласы алдыңғар ба қайда жүрсе, келесі баласы кім? Сіз мына кісінің баласыз. Міне қандай керемет. Нәзік жеңгеміз алды ғашы. Сәлем салды. Ассаламу алейкум. Халық әрине шапалақ ұрды. Міне. Бірақ қыз деген жақсы болады екен. Шынын айтса. Неге десең, қыздар ана нәскең тесіліп қалса да соны қарап, басқа туфлиң кішкене не болып қалса соны қарап, соны әкеп тұрады. Ал ұл қыздар, ұлдар, олар ойламайды, олар жетісіне ма, айына бір рет, папа қалың қалай дейді. Сендерді ма, қарашы, нәскейін, қарамай жүрме нәскейіне. Келіндер де жақсы. Просто не ғой жаңа келіннің несін табу көріп қой, өтірік нәскейдің жыртығын көріп енді бұл раушан деді, қойыңыздар бұл. Рахмет, дұрыс.